Егерде сіз осы намаз оқып жүріп, үйіңізге бір туысқандарыңыз келіп, сізге қарай әкелген бір сыйлығы онша мардымсыз болып қалса, сосын сіз әкеме қойса да болатын еді ғой деп әйеліңізбен сөйлессеңіз, біттің. Бізде ол өлшем емес, бізде. Пайғамбарымыз саламдардың жолы секілді. Көрдіңіз ғой, сондықтан, ей қауымым, мен сендерден дүние, мал сұрамаймын. Қараңыз, қандай керемет нәрсе. Бұл не? Тәуелсіздік. Адамдардан пайда іздемейсің. Пайғамбарымыз салам бір сахабаға айтқандай, дүниені еңбек ет, ризығыңды тап, бірақ қызықпа. Қызықпа деген, яғни біреудің ана үйіне қарап, ойбай деген бір жоспарға кіріп кетпе. Біреудің көлігіне қарап, ойбай, мен де сөйтейін деп қызықпа. Өзіңе Алла тағаланың өз беріп жатқан ризығының негізінде абыройлы өмір сүр. Шағым айтпа Аллаға. Біреулердікімен өлшенбе, ол бос нәрсе ол. Дүние ол адамның бағасы емес Алланың алдында. Бұл сынақ үшін жаралған дүние. Бұл жерде бағаң жоқ.